Шынықсаң шымыр боларсың, спорт денсаулық кепілі демекші. Бұл мақалдарды не үшін айтып жатыр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Дәл бүгін біздің Ұлықтаймыз студиясында тәжірибелі ұстазымыз, оқушыларымызды спорт жағынан баулып жүрген Светлана Сансыбайқызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Светлана Сансыбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Көргеніңізге қуаныштымыз сізді. Жалпы енді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен сізді құттықтаймыз. Мектебіміздің биыл 20 жыл толып отыр. Сол мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Жалпы Светлана Сансыбайқызы, сізге келер болсақ, сіз дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіз. Неге жалпы осы қыз балдар мамандық таңдаған кезде қазақ тілін таңдап жатады, орыс тілін таңдап жатады, тіпті қалай берді ағылшын таңдап жатады. Сіз неге қыз бала бола тұра дене шынықтыруды таңдадыңыз? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Енді барлық адамдар Қытай кездерінде қозғалыс жақсы көреді, ойын жақсы көреді. Бала ойынмен өсектеді ғой. Өзім ойынды солай сияқты мен де ойынды жақсы көрдім. Сол мектепке келгенде ең бірінші есімде қалғаны осы баскетбол добы болды. Сонда кіші бір 3-4 класс екен. Сонда ауылда болды, сыртта прям баскетболдан не болды, щит. Сонда мұғалім үйрететін бізге. Лақтырып бір-бірін. Соны көргеннен кейін денені өте жақсы көріп кеттім. Сол есімде, сол баскетболын доп, лақтырып тартып алу, терлеп шығатын Қытай болып, содан ойладым. 3 сынып оқыдыңыз ол кезде? 3 па 4 па онда ауылда сол. Помню, сол Қытай болдым. Себебі даже бізде оқушылар аз болды, 2-3 кісі болды. Сонда мүмкін 2-3 кісі болғанда сол үйірме сияқты бірден болған болып тұрғай. Потому что класс болған жоқ, есімде мұғалім, 3 қыз бір-бірімізді үйретіп жатыр. Сол есімде қалды, ең бірінші баскетбол. Сол доп жақсы көріп қалдым. Содан кейін шаңғы, түрлі спорттарды жақсы көремін, әртүрлі. Содан кейін қалай мұғалімдікке келгенім, ол себебі мамам мұғалім болды. Мамам мұғалім болғасын, маған айттым, сен де мұғалімдікке бар еді, папам милицияда істеді, ол милицияға бар деп. Но мектеп бітіргенше мен шешілген жоқ, потому что енді бақытты болдық, ойлаған жоқпыз мама папа қасында. Сонда сол шешім келгенде әкем айтатын милицияға баршайшы деп. Почему-то милицияға барғым келген жоқ, мамам мұғалім деді. Бірақ мамам ағылшын тіліге немесе историяға бар деп нетті. А мен ішінен баскетбол жақсы көріп жүрдім. Физкультура жақсы көрдім, дене шынықтыру. Сонда сол үйірме баскетболға бардым, өскенде уже. Сонда үйірме біткенде мектепте бітеді, ойынымыз қанбайтын. Бәрі шығып кетеді, сонда мен есік алдында тұрап, бетіп қараймын, біздің шығындар деп мұғалімдер шығарып жібереді, ішінен кілтейді сосын. Или просто шығарып жібергесін кілтей ме, балдар қарамасын деп. Сонда бетіп қарап, есіме түсті, сол ойлайтын едім. Аналар кіріп өздері қайта ойнайтын олар, қызығып солай. Сосын сөйтіп қайта-қайта ойлап жүргенде бір күні бетіп ой түсті. Неге сен, если саған ұнаса, саған неге бармасқа? Тоже мұғалімдікке. Баскетболмен всегда қасында болады, соны фиксировать етіп қойдым да. Вот солай болды. Бала кезгі арманыңыз шынайы айналған. Құдайға шүкір, солай болып тұр. Керемет. Жалпы осы мектепте 20 жыл қызмет атқарған екенсіз. 20 жыл қызмет атқарғанында үйірме жетекші болғансыз баскетболдан, және құрғана жетекші бола қоймай, біршама жарыстарға шығып, біраз жерде орын иегерлері атанған екенсіз, шәкірттеріңіз. Осы жылда баскетбол бағытын таңдап келуіңізге себепкер болған кім? Қалай басталды жалпы? Осы себепкер болған Ақжарқын Мутилағызы, біздің бұрынғы директорымыз. Сол мектепке келгенде бәрімізге үйірме, қосымша үйірмелер берді. Сонда маған баскетбол түсті. Сол баскетболда аласың деді. Қалағаныңыз болған екен? Қалағанымыз болғанда мен терең олай ойлаған жоқпын, потому что мен ауылдан келдім, ауылда уже қалалық жарыстар,
мен ойланып қалдым. Но алдым. Алғанда содан кейін үйге келдім. Мен өзім киелі кітап оқитын. Киелі кітапта бір Соломонның жазылған оқиғалары жазылған. Сонда Соломон Құдайдан тілейтін: сен маған бір тілегімді берем дедім дейді. Құдай айтқан ғой, бір тілегімді берейін деп сұра деп. Сонда ол айтқан: мен сонда ол тілеген. Да, тілеген: сен маған даналық бер, мен мына осы халықты жетекшілік етуге, патша болуға. Сонда Құдай оған айтқан: саған даналық сұраған үшін мен саған атақты да байлықты да қосып берем деген. Сонда ол біз қазір білеміз да историядан, Соломон ең сондай дана патша болған. Сонда мен сол есіме түсті Соломонның сөздері, келдім. Сонда баскетбол алдым, енді қалай жүргіземін, себебі маған тәсілдерін білмейсіз, қиындыққа соқты дейсіз. жоқ, оны білгенмен, бірақ маған мынандай сөздер, сол семинар, жарыстарда жүргенде маған айтты: сен таныстарым, мұғалімдер, баскетболды лучше алма, ертең сен десяткаға кіре алмайсыз деді. Қолына келмей. Да, потому что ертең жетістік сұрайтын болады деп. Бірақ мен директор бергеннен кейін ойландым, қайтарып беру білмеймін деп айту неудобно. У него, білесіз, тактика уже другая, потому что анда орыс мектебі болды ертеде, там баскетболисттар, сондай жас жігіттер, уже давно алып жүрген тәжірибелі мұғалімдер болды. Сонда мен Соломон есіме түсіріп Құдайдан тіледім: сен маған ақыл берсең деп, онда мен алып жүре аламын баскетболды деп. Сосын бардым да, сон ермені берді, алдым. Алып жүргенде бір Аллаға шүкір солай жетістіктер болды. Жәрмен басталды сөйтіп дейсіз. Да, шүкір. Өзіңіз аңсызбайғыз, енді жалпы сіз баскетболдан жетекші екеніңізді, баскетбол жақсы ойнайтыныңыз барлығы біледі. Осыдан басқа қандай спорт түрімен айналысқан жақсы көресіз? Әрине спорт түрі қазір әртүрлі, қызық, әртүрлі. Өзімде тек баскетбол емес, негізі шаңғы тебуді жақсы көремін, үстел теннис ойнаймын, жүгіруді жақсы көремін. Әлі күнге шейін қазір өзімді солай форма поддерживать етемін. Осы салауатты өмір сүру деген өте пайдалы, соның қазір нәтижесін де көріп келатырмын. Жалпы Қызық. спортпен шұғылдаған арқасында шымыр болып жүресіз, үнемі сергек болып жүресіз. Осы жалпы шәкірттеріңізді жетекшілік еткен кезде, баскетболға дайындаған кезде қалай шабыттандырып, қалай дайындайсыз? Жарысқа барар кезде, күнделікті сіздердің үйірмелеріңіз басталған кезде шәкірттеріңізге қалай қолдау беріп, шабыттандырып отырасыз? Өзіңіздің әдісіңізді айтсаңыз. Енді әртүрлі әдістер көп. Негізі оқушыларды бірінші олар өздері сүйіп келеді, баскетболды жақсы көріп, таңдап келеді. Сосын ойын кезінде олар уже баскетболды жақсы көргесін, олар деген сол ұмтылады, тырысады. Ұмтылады, соған тырысады. Сосын жарыста береді, бір талпындырады жарыс. Себебі нәтижесін көргісі келеді оқушылар. Және егер жеңімпаз болсақ, ол жақсы. Иногда поражениялар болады, бірақ оған уайымдемейміз, себебі главное участие, балдарды солай үйретемін мен тоже. Мысалы, ұтылған кезде оларға айтуға надо уметь дұрыс проигрывать. Оқушылар жеңімпаздарға қолдарын беріп, молодцы, жақсы ойнадыңдар деп сөйтіп үйретемін оларға. Если они жеңсек, олар поздравлять, оларға барып айтады: ничего, в следующий раз вы выиграете деп, сондай үйретемін балдарға. Сондай настроймен балдар. Ең басы жеңіс емес, ең басы қатысу дейсіз. Да, балдарда сондай настрой болады сонда. Сонда олар проигрывать даже не будет бояться. А былай шүкір. Жеңілістен қорықпаған адам ғана жеңіске жетеді дейсіз ғой. Иә. Керемет.
Светлана Сансыбайқызы, студиямызға келіп уақытыңыз бөлгеніңіз көп рахмет. Сізде алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Осы кереметтей оқушыларыңызды, шәкірттеріңізді тәрбиелеп, керемет спорт шеберлерін дайындап жүре беріңіз деген тілек білдіреміз. Студиямызда болған Светлана Сансыбайқызы керемет ұстаз, оқушыларымызды спорт жағынан тәрбиелеп жүрген ұстазымыз. Ұлықтаймыз да, ұстаздарымыз әрдайым ұлықтап жүрейік. Амандықта, саулықта жүздескенше.